Ассалаумағалейкум. Мен сендерді Путинге айтамын деп қорқытқан қазақ әйеліне не жетпейді? Мектепте шу көтерген бір топ қазақ елді Путинмен қорқытты. Ендеше каналға жазылып лайк басып қойсаңыз, біз бастаймыз. Астана қаласындағы нөмірі 93-ші мектептің бір топ ата-анасы мектепте орыс тілінде оқытылатын аралас сынып ашуға қатысты мәселе көтеріп ашық жиын өткізді. Адырнаның хабарлауынша жиынға мәжіліс депутаты Қазыбек Иса, Жандарбек Әшімхан, Аманжол Әлтай, Мақпал Мұса және ақын Дәулеткерей Кәпұлы, қазақ тілі қоғамының мүшесі Серік Ерғали, химия ғылымдары бойынша PhD докторанты, Астана қаласындағы нөмірі 90-шы мектеп гимназияның директоры Аятжан Ахметжанұлы қатысқан. Жиын кезінде адамдар екі топқа бөлініп ұзақ уақыт ортақ шешімге келе алмаған. Тек соңында бір ата-ана жиынды толық видеоға түсіріп алғанын және оны Ресей президенті Путинге жолдайтынын айтып басқаларына сес көрсеткен. Бұл туралы сарапшы Аятжан Ахметжанұлы өзінің парақшасында былай деп жазды. Бүгін бір мектепті қазақ етіп сақтап қалу үшін жиналыс болды. Мәжіліс депутаттары қатысты. Бұндайға асылдық қой, заңды тұрғыдан біраз ата-аналарды орнына қойдық. Тіл жанашырлары біраз лекция оқыды. Қырғын дау болды. Әлім келгенше бала құқығы бұзылмайтын заң бойынша түсіндіріп, басқа мектепке баратынын айттым. Бұл мектеп таза қазақ болып қалады деп кесімді сөзімді айттым. Ең өкініштісі орыс сыныбын талап етіп отырған кілең қазақ. Сол қазақтың бірі жиналыстан шыққасын есік алдында тұрып, бүгінгі сөйлеген сөздердің бәрін түсіріп алдым. Толық видео жасадым. Ресейге, Путинге тіке жіберемін дейді қазақ әйелі. Депутаттарымыздың көзін бақырайтып қойып, Путинмен қорқытты. Баратын жеріңе бар дедім күйіп кетіп. Не дейін деп жазды ол ашынып. Ал мәжіліс депутаты Қазыбек Иса ол адамның әрекеті туралы кейін естігенін айтты. Масқара, мен оны айтқан кезде мұғалімдер бөлмесінде жұртпен сөйлесіп тұрған едім. Кейін естідім. Сұмдық қой бұл. Құл ғой нағыз, қожайынын Путин санаған. Міне біздің биліктің 30 жылда бір ұлтты екі тілге, екі бөлген қастандығы, деді Қазыбек Иса. Аталмыш мәселе қоғамда қызу талқыға түскен. Қазақ тілі қоғамының мүшесі Серік Ерғали осыған қатысты пікір білдіруді жөн көрген. Тіл мәселесі майданға айналып барады. Жасыратыны жоқ. Бүгін ғана астаналық жаңа ашылғалы отырған 93-ші мектептің тағдыры көкпарға түсті. 10 шақты қазақ келіншегі келіп, өздерінің құқықтарын алға салып, орыс сыныбын ашуды талап етті. Бұл жайтты алдын ала естіген зиялы қауым, бір топ мәжілісменнің және қалалық шенділер, тіл жанашырлары бірігіп іріткіге қарсы тұруға тура келді. Әлгі 10 шақты келіншек қазақша жақсы түсінеді, жартысы сөйлейді. Бірақ балаларын орыс сыныбына беруге барын салды. Ортасында бір жігіт бар. Байқағаным және бір келіншектің айтуынша күйеуі офицер екен. Соған қарағанда барлығы да қазақ әскерінің қызметшілері секілді. Кезекпе-кезек сөйлеп арындарын басқандай болдық. Әсіресе Аятжан Ахметжанұлының сөзі нақты әрі шешімге толы болды. Заң бойынша радиусы 2 шақырымға дейінгі маңайдағы кез келген мектеп таңдай беруге болады екен. Сотта бұл жағынан жеңе алмайсыңдар деп Аятжан маңдайға ұрғандай етіп айтты. Ал бұлар жаңадан салынған Браво тұрғын үй кешенінің жанындағы 1200 орындық мектепте иеленгісі келеді. Үй ішінен үй тіккісі келеді. 4 келіншектің есімдері кәдімгі Жәмилә, Самал, Әйгерім, Шолпан. Рулары Уақ, Қыпшақ, Арғын. Біреу руын білмейді, ресейлікпін дейді. Бұлар біздің соңғы 30 жылдық тәуелсіздік дәуірінің ұрпағы. Бұларды кінәлауға бола ма? Меніңше жоқ. Оларға бір сұрақ қойып, үш аргумент айтуларын сұрадым. Неліктен баласын орысша оқытпақ? Бүгінгі бұл оқиға парламентте майшаммен қарауға тұратын мәселе барын аңғартты, дейді ол. Ал сіз қалай ойлайсыз ағайын? Қазақ жерінде орыс мектебінің қажеті қанша? Пікіріңізді жаза кетіңіз. Әлем және Қазақстан жаңалықтарын бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басып кетіңіз. Қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосыңыз.